2018 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған 15-ші шағын аудандағы 5 қабатты тұрғын үйдің проблемасы таусылар емес. Тұрғындар сапасыз құрылыс нәтижесі қажытқанын айтып қапалы. Үйдің кепілдік мерзімі болса өткен жыл аяқталған, ал тұрғындар болса жайсыз болған баспана ақысын 20 жыл бойы өтеуге мәжбүр. Су кетіп қалады, бәрі толып жатқан сол, мына бәрі, 5-ші этажға тесік. Майқұдықтың 15-ші шағын ауданындағы осы 23 мекен жайындағы үй туралы біз бір жыл бұрын айтқан болатынбыз. 2018 жылы Қазақстандық ипотекалық компания Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша осы жалға берілетін тұрғын үйдің құрылысын аяқтады. Мұндағы пәтерлер көп балалы толық емес отбасыларға, мүгедектерге және азаматтардың басқа да санаттарына 20 жылға дейін сатып алу құқығымен жалға берілді. 130 пәтерлік 5 қабатты бұл үйдің жыры әлі де бітер емес. Көптеген кемшіліктер бірден анықталды. Су крандарының жоқтығы, пластикалық терезелерде резеңке жылытқыштардың болмауы, балкондарда кірпіш қатарларының болмауы. Оған көз жұмған күннің өзінде төбеден аққан су ылғалды қабырға үй сапасына сызат салды. Адамдардың көпшілігі төбеден су ағып, қабырғалар қырауланғаннан суық күндерде баспаналарын тастап, туыстарын паналады. Сол бір жыл бұрын үйге берілген кепілдік әлі бітпеген кезде біз Қарағандыға Алматыдан келген Қазақстан ипотекалық компаниясының өкілінен түсініктеме алдық. Кемшіліктер болды, бірақ енді қазір КСК мен үш жақты келісім шартқа отырып, қазір көктем шыққанша біз оны жасай алмаймыз ғой. Пәтерлердің бәрі сақтандырылып, оны бәрін независимый оценка болады, соны жасағаннан кейін оны дұрыс шешім қабылдап, сақтандырылған ақшамен жасалады оның бәрі. Бүкіл кемшіліктер жойылады. Мәселе шешілген сияқты болды. Тіпті тұрғындарда жаза төбеде қандай да бір жұмыстар жүргізілгенін растады. Бірақ күзде пәтерлер төбесінен су қайтадан құйыла бастады. Қазірде аққан су жұртты әбігер етуде. Біз үйге ремонт жасай алмай отырмыз, себебі қай күні төбеміз құлап қалатынын білмейміз, шын айтқанда. Одан кейін мен тағы да сұрадым, вот осы күздің кезінде тағы да жаңбыр қатты жауған кезде тағы да су ақты. Мен ол кісіге тағы айттым, су ақты. Ол кісі айтты, жоға, уайымдама, ол жай су шығар, барлығы жасалған деді. Жарайды. Одан кейін міне көктем қалай күн жылына бастады, тағы да су ағып кетті. Сосын көрші апай хабарласты, біз неден де су қатты ағып жатыр деп. Одан шатырға шықсақ, тура былтырғы мәселе ешқандай да жасалмаған. 2 жыл болды алғаныма. Сол алғаннан бері міне кірдім, су ақты, іші суық, оның үстіне не жасаймын, әне деймін, киіске хабарласам, әне жасап кеттік, жоқ, постоянно жаңбыр болған сайын каток, өстіп сүртіп отырам, қаншама көп бала анамын, балалар суық, қыста тоңып. Қызмет көрсету басшысы Қазақстандық ипотекалық компанияға өтініш жазып, онда үйдің проблемаларын баяндап берді. Кішкене асты кеуіп жаңа су өткен жерлер. Солар кішкене құрғап бастаса, енді ақшалары бар қазір жиналып отырған өздерінің. Сол ақшаларынан өздерімен келісіп, сол жердегі арендаторлармен, сол 8-ші подъездегі, солардың рұқсаттарымен алып, заттарын, материалдарды әкеп, біз жасап береміз. Қазір басқарушы компанияда Қазақстан ипотекалық компаниясының шешімін күтіп отыр. Егер олар мәселені шешуден бас тартса, онда тұрғындар мақсатты төлемдер есебінен құрылыста кеткен кемшіліктерді қайта қалыпқа келтіруге мәжбүр. Осылай жалғаса берсе, онда үй бағдарламаға қатысушылар оның сатып алу ақысын төлеп біткенге дейін құлап қалуы әбден мүмкін. Қайыргелді Құсайынұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Зайцев, 5-ші арна.